Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жасымықтан сорпа дайындаймыз. Орысша айтқанда чечевичный крем-суп. Бұл сорпа өте дәмді, нәзік, әрі тез дайындалады. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен көкөністерімізді турап аламыз. Бізге қажет 2 картоп, 2 тісше сарымсақ, 1 пияз және де 1 сәбіз. Қазанға май құйып, пиязды кішкене сарғайғанша қуырып аламыз. Содан соң қалған көкөністерді қосып, араластырамыз. Қалауымызша тұз саламыз және де жақсылап жуылған жасымықты қосамыз. Артынша 1 ас қасық томат пастасын салып араластырамыз. Көкөністерді жауып тұратындай су құямыз. Кішкене қайнаған соң оттың астын баяулатып 20-25 минуттай барлық көкөністер піскенше қайнатамыз. Енді сорпамызға хош иіс беретін және де керемет дәм беретін жалбыз қосылған майды дайындаймыз, яғни бұны қызыл май дейді. Ол үшін біз сары майды алдын ала қыздырып аламыз. Содан соң паприка қосып араластырамыз. Қызыл бұрыш және де қара бұрыш салып араластырамыз. Ең соңында жалбызды қосып, кішкене араластырып, оттың астын бірден өшіреміз. Міне біздің көкөністеріміз де дайын болды, барлығы жақсылап пісті. Енді блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Сонда біздің крем-суп өте күшті болады, нәзік болады дәмі. Содан кейін лимонның жарты бөлігін сорпаға сығып аламыз. Лимон бізге қышқыл дәм береді. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Пияламызға құйып, үстіне хош иісті майымызды саламыз. Міндетті түрде бұл сорпаны жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Шынымен де өте дәмді, кәдімгі мейрамханадағы жасымық сорпасынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.